Сәлем достар, бұл видеода сіздерді көгілдір фишкалар ұғымымен таныстырғым келіп отыр. Сіздер нарықта бірнеше мыңдаған компаниялардың акцияларының саудаланатынын білетін шығарсыздар. Ал олардың өздері бірнеше кластарға бөлінетіндігін білдіңіз бе? Білмесеңіз, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Бұл сіздің инвестиция жасаудағы шешіміңізге әсер етуі мүмкін. Жалпы, нарықтағы компаниялардың қаймағы бұл көгілдір фишкалар. Енді олардың немен ерекшеленетіндігін және қандай артықшылықтары бар екендігін айта өтейік. Жаңа айтып өткендей, нарықта компания көп және олардың барлығы әртүрлі. Олар көлемі, қаржылық көрсеткіштерінің динамикасы және де басқа көрсеткіштер бойынша бір-бірінен ерекшеленеді. Олардың кейбірі инвесторлардың сүйікті компаниясына айналып жатса, екіншілері аутсайдерлер классына өтеді. Алайда ең күшті, өтімділігі жоғары және ірі компаниялар ғана Blue Chips немесе көгілдір фишкалар атағына ие бола алады. Ал сонымен осы көгілдір фишкалар несімен күшті? Бұл акциялардың өтімділігі өте жоғары. Өтімділікті әдетте ликвидті деп те айтып жатады. Өтімділігі жоғары дегеніміз, олардың нарықта өте жиі саудаланатындығын білдіреді. Ал кез келген инвестор үшін өтімділіктің жоғары болуы маңызды. Неге? Себебі өтімділік жоғары болған сайын инвестор бағалы қағазы жылдам әрі тиімді бағамен оп-оңай сатып ала алады. Ликвидтіліктен бөлек компанияның капитализациясы да маңызды болып табылады. Компанияның капитализациясы жоғары болған сайын, олардың көгілдір фишкалар қатарына ену мүмкіндігі ұлғая түседі. Әдетте, көгілдір фишкалардың акциялары нарыққа қарағанда баяу өседі және олардың бағасының төмендеуі өте сирек кездеседі. Олардың дивидендтік саясаты ашық және дивидендті ұзақ жылдар бойы тұрақты түрде төлейді. Ал дивиденд көлемі көп жағдайда ұлғайып отырады. Бұндай компанияларды инвесторлар өздерінің портфельдеріне ұзақ мерзімге инвестиция жасауды болжаған кезде сатып алады. Себебі олардың өсімі тұрақты және олар айтарлықтай табыс әкеледі. Сіздерге де, егер ұзақ мерзімге инвестиция жасайтын болсаңыздар, көгілдір фишкалы компаниялардың акцияларын сатып алуға кеңес беремін. Мұндай компаниялар қатарына қазақстандық Кегок, Кейсел, Казатомпром, Қазақтелеком, Қазтрансойл компаниялары жатады. ақш-тың көгілдір фишкаларына Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Coca-Cola және тағы да басқа көптеген компаниялар кіреді. Сонымен қатар, көгілдір фишкалардан бөлек екінші және үшінші эшелонды акцияларда бар. Олардың ликвидтілігі төмен және капитализациясы да төмен болып келеді. Дивиденд төлеуі екі талай. Ал сіздің портфеліңізде көгілдір фишкалардың қайсысы бар? Комментарийге жаза кетіңіз. Ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.